Қайырлы күн менің каналдарымның көрермендері және тіркелушілерім. Мынау менің Асылбек деген баламның құрастырмалы қылып жасап берген станогы. Үйдің ішінде шағын ғана орын алмайды. Бұндай көп орын алмайды. Және осының бүйтіп келіп түсіп, мына жерден қайта көтеріліп, артынан барып, мына жақтан астынан келген уақытта осыған 5 метр жүгірілген, сол 5 метрден 4,5 метр мынандай бау шығады. Мынау ағаш үйдің бауы түп тоқылып атқан. Бұрын соңды ол тоқылмаған шығар. Енді бұл кілемді бұрын тоқып жүрген адам болса бәрі түсінікті, қай жері қандай болып атқаны. Ал енді жаңадан тоқып, үйреніп әлі көрмеген адам болса, бұған қиындау соғады. Осындай. Енді бұның мына жерде осы диванда отырған кезде менің аяғым талып шаршап кеткен жағдайда мен аяғымды бүйтіп, мына станоктың мына жеріне көтеріп, бүйтіп қойып, созып қойып отыра беремін. Екі аяғымды да созып алалап, я болмаса екі аяғымды бүйтіп жинап, олды да аяғым төмен түсіріп отыра берсін, сарғып кетер ғой. Сол кездерде өстіп көтеріп аламын бүйтіп. Міне осындай қылып тоқыған мүмкіндік жасалынған. Сөйтіп, мына бауды арқауды өткіземін. Тоқпақпен қағамын. Сосын мына түктерін бүйтіп кішкене шатысын жазу керек, арасында қалған ширатылған жіптер бар ғой ішінде. Екі қабатында соларды бүйтіп созып жазып, тағы да бүйтіп ойып жіберіп, сосын бүйтіп қиямыз. Енді қиған кезде мына жерде мындай жәшік тұр, ткарлы жәшік. Мына қиған жүнім, тоқылған түктің жүндері мына жерге түседі қиған кезде. Қол әптен үйренген, теп-тегіс қиямын. Мына жерлерін қайталап тегістеуге де мүмкіндік бар. Осындай. Сосын оны мынадай сызып алған өрнекке қарап отырып тоқимын. Осындай үлкен қылып сызып алған. Осындай өрнекке тоқимын. Сосын енді мынадай шеті бар ғой. Осының шет жағында мынадай 6 жіп бар. Мына жұмыменен, парыменен. Осы 6 жіпке бүйтіп өткіземін. Бұл кілемнің шеттігі, мына кілем шет, баудың шеттігі. Осындай қылып өткізіп қоямын да, содан кейін ортасын тоқимын. Енді жаңағы әуелі мынадай суын жүргізіп аламыз. Суы деген мына жүріп отырған мүйіздің суы. Бізде енді мына шеті жаңа тіке тұрды. Енді мына жағы тіке тұрады. Тіке тұру, ығысу, бір жіпке қисайту деген сөздің бәрі осы кілемнің өзінің термині. Оны тоқып жүрген кісілер түсінеді. Міне, суын шалдым. Енді мына орталарының бәрі жаңа күрең қызыл жіппен тоқылады. Сосын жаңағыдай тәртіппен арқау өткізіледі, жаңағыдай тәртіппен қиылады. Көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Осы менің станогым жаңа жасатып алған.